Ассалаумағалейкум, ардақты көрермендер. Сонымен бүгін біз бірінші Шыңғысхан туралы бірінші видеомызды бастайтын боламыз. Сонымен ең бірінші Шыңғысханның шыққан тегі туралы айтатын боламыз. Мен жайлы жалпы тарихы туралы баяндап жатуды жөн көріп тұрған жоқпын. Өйткені тарихы бәрі жазылып қойылған, оны кез келген оқып алады. Ал енді жалпы бұл Шыңғысханның оның қасындағы тайпалардың, халықтардың барлық этнографиялық жағынан көп зерттелмеген. Тек біздің санамызға моңғол шапқыншылығы деген шапқыншылықты сіңіре берген. Сол арқылы бізде тек қана сондай шапқыншылық туралы ғана ой қалған бізде. Ал оның негізгі этнографиясы жағына ешкім оны зерттеу жүргізбеген. Сонымен бұдан ең басты нәрсе бұл этнографиясына қарай, этнографиясы жағынан сөйлейтін боламыз. Ең бірінші бұл Шыңғысхан қандай тайпадан шыққан, руы қандай, осы мәселені айтып өтетін боламыз. Енді осы Шыңғысхан жайлы 14 ғасырдың басында өте үлкен көлемді жылнама жазылған. Оны авторы Рашид ад-Дин деген кісі бар. Соның жазылған жылнамасы Жамиғат Тауарих деген жылнама бар, сода жазылған. Оның айтуынша былай дейді. Рашид ад-Диннің айтуы бойынша Шыңғысханның шыққан тайпасы Қият деп аталған, шыққан руы Бөржіген деп аталған. Қият тайпасы деген Рашид ад-Диннің айтуы бойынша ол қиян деген сөзден шыққан, түркі сөзінен шыққан дейді. Оның мағынасы таудан құлдилап аққан су дейді. Яғни таудан қатты құлдилап аққан суды, яғни әсіресе жаңбыр жауғаннан кейін сондай аққан суды қиян деп атайды екен. Сол қиян деген сөзден көпше түрінде қият деп аталып кеткен. Содан Шыңғысханның тайпасы солай қият деп аталады екен. Ал енді мынау көршілес қырғыздардың тілінде да сол таудан аққан суды жаңағы қиян деп атайды қырғыздар. Оларда мынандай бір мақал бар. Қиян ақпай сел қайда, қиялбай бұлыт жел қайда дейді. Яғни қиян деген ол селдің бастауы екен. Яғни қиян аққан кезде таудан құлдилап аққан су, содан қияннан жаңағы сел жиналады деген. Соны жаңағы мақалда айтып отыр. Қиян ақпай сел қайда дейді. Бұл қиян деген сөз мынау Қытайда қазақтардың да тілдерінде бар екен. Ол жайлы мәліметтер бар. Сонымен бұл түркі тіліндегі сөз таудан құлдилап аққан су, содан қият деген сөз шыққан. Бұл Шыңғысханның шыққан тайпасы. Ал енді Бөржіген деген сөз қайдан шыққан? Бөржіген бұл Шыңғысханның руы дейді. Рашид ад-Дин айтады, бұл жаңағы Есугейдің балаларының жаңағы көздерінің түсіне байланысты шыққан атау дейді. Бөржіген дегенде ол енді Рашид ад-Дин айтады, ол көк көзді деген мағынаны білдіреді дейді. Яғни көк көзділер деген мағына түркі тілінде деп айтады. Бірақ та бұл жерде Бөржіген деген ол көк көзді деген мағына бермейді. Өйткені көк көзді болатын болса, ол көкшиген болу керек еді. Көкшиген, өйткені мына түркілердің, қазақтардың тілінде өз көзге байланысты бірнеше сөздер бар өзі. Жаңағы бақшиған, түксиген, сықсиған деген сияқты көзге қатысты айтылған. Соны жаңағы бұл жерде Бөржіген деп тұр. Ал Бөржіген деген не мағына береді сонда? Ол енді көк болатын болса, ол көкшиген болу керек еді. Ол тілімізде де бар ғой, осы көк көзді, осы көз көкшиіп деп, көкшиген көзді деп айтылады. Ал енді мынау сол жаңағы мына неде Юань Чаобиши деген жылнама бар, жаңағы құпия шежіре деп аталады. Сода айтады, мына Шыңғысханның әкесі Есугей
9 жасар жаңағы теміршынды ертіп жаңағы қалыңды іздеуге Олқонут еліне қарай жол тартып баратқанда жолай жаңағы мынау Құланбүйір деген жазықта қоныстанып жатқан қоңыраттарға кезігіп қалады дағы. Сол қоңыраттардың жаңағы көсемі Дайшешеннің ауылына түседі. Сонда Дайшешен айтты дейді: «Әй Есугей, сенің балаңның көзі отты, жүзі жарқын екен, маған соны ұнады. Менде бір қыз бар, соны көрші, көңіліңе жақса құдалассақ қайтеді» деп қолқа салған екен. Сонда жаңағы Дайшешеннің айтып отқан жаңағы көзі отты көз деп отырғаны қандай көз? Ал енді мынау сол Шыңғысханның тікелей ұрпағы болып келетін мынау Хиуаның ханы болған Әбілғазы Баһадүр деген болған. Сол Әбілғазы Баһадүрдің жаңағы түрікше ежіресі деген кітабында да сол Әбілғазы айтады: олардың дейді, олардың көздері шахла болған дейді. Ал енді шахла деген сөз қандай деп айтқанда, ол жаңағы шахла деген бұл жаңағы жарық, жанып тұрған деген мағына береді өзі негізі. Мынау Орта Азиялық халықтардың көптеген сөздерінде кездеседі. Мысалы мынау өзбектерде шахло, мынау түркмендерде шөхле дейді, шөхле. Бұл жаңағы жарық деген мағынаны білдіреді. Бұл енді мына қазақ тіліне сәуле деген сөзбен тамырлас бар. Бұның бәрі түбі санскриттің шукла деген, шукла жарық деген сөзінен шыққан. Шукладан шұғла, сәуле, шөхле, шахла деген сөздердің бәрі осындай жарық деген мағына береді. Енді сол Әбілғазының айтуы бойынша олардың көзі сондай шахла көзді болған екен. Содан оны түріктер бөржиген деп айтады. Содан бұлардың ұруы бөржиген деп аталып кеткен дейді. Ал енді мен өз бетімше айтамын, бұл бөржиген деген сөз бөрі көзді деген мағына береді. Өйткені мына табиғатта көзі жанып тұратын құста, мына жыртқыш құстар бар. Сосын мына бөрілердің көзі күндізде, түнде де сондай жанып тұрады. Түнде де жарқырап жанып тұрады. Күндізде олардың көздері сондай бір сарғыш түсті жаңағы жанып тұрғандай болып көрінеді. Сондықтан бұл мына суретке қарасаңыз, мынау қасқырдың көзі. Осы қасқырдың көзі мына жанып тұр. Мына осы көзді бөржиген көз деп аталады. Бөржиген. Көзі бөржиген деген осыдан шыққан мына. Олардың көздері жаңағы Шыңғысханның Есугейдің ұрпақтарының, балаларының, оның әулеттерінің көздері осындай қасқыр көзді болғаннан кейін олар бөржигендер деп атаған. Міне бөржиген деген осыдан шыққан. Мына көптеген жылнамаларда орысша аударылған кітаптардың көпшілігінде бөржиген деп айтады. Негізі ол дұрыс жазылу дұрыс емес оның. Дұрысында бөржиген болу керек. Бірақ бұл осы мынау Лупсан Данзан деген мына халқалардан шыққан бір тарихшы болған. 17 ғасырда сол Лупсан Данзанның алтын топшысында дұрыс жазылған. Ол бөржиген деп айтады ол. Бөржигендер. Мына осы бөржиген бөрі көзділер. Бұл Шыңғысханның шыққан руы. Бөржигендер. Қият бөржигендер. Рашидеттер айтады, олар әрі қияттар, әрі бөржигендер дейді. Міне бөржиген деген осы көз. Ол ешқандай көк көзді деген мағына бермейді. Ол сары шегір көз. Мына шегір көз деген бар ғой. Қазақта көз шегір екен деп айтып жатады. Махмұд Қашқаридың сөзінде де бар. Махмұд Қашқари чақыр деп береді. Чақыр деп, шегір деген чақыр. Ат чақыры итке теңер, ит чақыры атқа теңмес деген мақал береді Махмұд Қашқари. Яғни шақыры көзді ит атқа теңеседі дейді. Бұл енді иттерде, бөрілерде болатын көз негізінде. Бұл шегір көзділік деген. Мынау табиғатта қазақтарда қой көзді деп жатады ғой. Бірақ қойдың көзі адамның көзіне онша ұқсамайды.
негізінде осы бөрі мен иттің көздері адамның көзіне өте қатты ұқсас болады. Сондықтан мынау бөржиген деген осы бөрі көзді дегеннен шыққан. Бұл Шыңғыс ханның руының атауы. Жаңа Әбілғазы Баһадүр ханның айтқанында сол жаңа бұл шақла деген көздері сондай жанып тұратын деген мағына береді деп жазады Әбілғазы. Әбілғазы деген ол енді Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы ғой, соның тікелей соның жаңағы жошының Шайбан деген баласынан шыққан, Шибанилерден шыққан адам Әбілғазы Баһадүр хан. Сондықтан мінекей бұл таза түркі тіліндегі сөз, қият та бөржиген де екеуі де түркі тіліндегі сөз. Оны Рашидет-Дин де солай деп айтады. Сондықтан бұл былайша айтқанда таза түркі тілінде қойылған атаулар. Мінекей бүгінгі айтатынымыз осы. Келе видео ұнаған болса лайк басып, келесі видеоны күтулеріңізді сұраймын.